Сәлем достар, сіздермен бірге қарапайым қазақ арнасы. Бүгін мен сіздерге өзім жасаған 3 керемет, енді өзім інімен бірге жасаған 3 керемет заттарды көрсететін боламын. Міне, мен қазір қандай мерде тұрғанымды ескеретін болсақ, оны қазір көретін. Міне достар, мынау ең біріншісі. Яғни бұда біз шамамен 5 аудыма біріктіріп тастаған сияқтымыз. Өйткені қараңыздар, бұл негізі ау бұндай дәу болмайды. Мысалы біз қандай үйді алсақ болады? Ең ерекше үйді алайық. Міне мысалы, міне мынау. Бұл ернектен жасалған үй. Достар, менде кішкене лагать етеді Майнкрафт. Сондықтан оны түсінеді деп ойлаймын сіздерді. Міне достар, міне осындай, осы үйдің неше екенін санап көрейік. Деме, егер осы үй мына заборға онша мән бермеңіздер, менің оған үй салып жатқан. Енді осындай үйдің тағы да бірнешеуін іздеу керекпіз. Және олар табу керек. Бірақ мына аяқтағысы мынау біріншісі. Содан кейін ана жақта тағы екіншісі бар екен достар. Ана жақта екіншісі бар. Сосын бұны басқа жоқ па? Жоқ достар, бірақ бұл шынымен үлкен ауыл. Егер ауыл сіздерге ұнаса, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Бұл сіздерге көрсететін бірінші затым. Достар, мен сіздерге екінші көрсететін затым. Неғып осы мирде деп жатсаңыздар, бұл сол мир ғой деп жатсаңыздар, біз қазір эндер портал жасайтын боламыз. Эндер портал деген бұл портал край емес, обсидианнан жасайтын. Бұл бір өте ерекше портал. Оның сіздердің көбіңіз білмейтін шығарсыздар. Ал мен қазір сіздерге соны жасап көрсететін боламын. Міне біз осындай ұзындығынан 3 блок, сосын енінен де 3 блок қазамыз. Егер тура біз деген негер қарап істесеңіздер, онда сіздерде ол істелінеді деген сөз. Қазір істеп көрсем сіздерге міндетті түрде. Бірінші попыткада шықпады, қазір істейтін болады. Достар, бағана дұрыс істеуім болады, мынау екінші попыткада істеліну керек. Достар, мен біреуін мынау біз енді эндер портал жасалынды. Енді біз эндер порталдың ішіндегі мирге келдік. Бұл онша ерекше мир емес. Міне мынандай айдаһар бар. Жалпы эндермендер ғана өмір сүреді бұл мирде. Сушителдер, дракондар осы Майнкрафтта осы мирде бар.
Ал біз оның сырттан қалай көрінетінін көрсететін боламыз. Сырттан ол портал қалай көрінетінін. Біз ішіне бағана көрсеттік, енді сыртынан қалай көрінеді екен. Фотосы. Қазір оның түрін көрсететін боламыз ол порталдың. Мына достар, порталдың сыртқы бейнесі. Мен егер Майнкрафтта сіздер қателік болып жатса, оған мән бермеңіздер. Мен Майнкрафтым өте қатты лагать етеді. Мен осындай түрі. Бұзылардың бәрін бұзсақ та, бұл портал әлі істеп тұрады. Ал достар, үшінші көрсететін затым не десеңіздер, ол бункер. Кішкене бак болып жатыр достар, лагать етіп жатыр. Дәл осы өте қатты лагать етіп жатыр. Өте қатты. Мынау біздің соққан үйлеріміз. Ал біз қазір өзім жасаған жасырын бункерге апаратын болған. Міне. Осы жерде үй бар. Сіздер оны ешерін көріп тұрған жоқсыздар, қандай үй деп тұрған шығарсыздар. Оны қазір өздеріңіз көретін боласыздар. Міне. Чек. Міне, жасырын үй. Мына жерде баг, оған мән бермейтін шығарсыздар. Ал достар, бұл менің үшінші көрсететін нәрсем. Алайда бұның құрылысын, оны кейінірек көрсететін боламын. Я бункерді Даргас деген каналдан көріп жасадым. Тауға енді үйді онша сәндеуден мен мастер емеспін, сондықтан сол каналдан көрдім. Біз сіздерге келесі видеода оны қалай жасау керектігін үйретеміз. Бірақ үйді сәндеп көрсетпейміз. Өйткені үйді өздеріңіз қалағандарыңызша сәндесеңіздер болады. Мені бәрі тура Даргастық, сондықтан оны көрсетпей-ақ қойсақ болады. Мынау кухня. Бірақ мен сіздерге бөлмені көрсетіп шықпаймын. Өздеріңіз Даргас деген каналдан секретный бункер деген видеосын көріп алыңыздар. Даргас деп жазсаңыздар шығады. Орыс ютубері ол. Мынау ванна. Ал мынау знамен, сіздер полотенце деп есептеңіздер. Достар, бағана мен сіздерге көрсеткен 2 немесе 3 ауды біріктірген видео ең бірінші затты көрдіңіздер. Ең бірінші
нәрсені мен сіздерге оның қазір сидін айтатын болам. Ключик генерациясын. Ал мен паузаға қоям да, сосын сол мерге барғанда сіздерге қайтып көрсететін болам. Достар, оның міне бірінші мирдің ключ генерациясы осындай. Мен сіздерге оны өздеріңіз міне егер керек болса паузаға қойып көріп алсаңыз. Жалпы өте керемет 2-3 аудың біріккені. Көп железо болады демек. Сондайсыз. Ал достар, сіздермен болған қарапайым қазақ арнасы. Сонымен сау болыңыздар.